Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып математика. 158-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін 1-ші және 10-ші есептерді бірге шығарайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама фигураның ауданы. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. 1-ші тапсырма. Электросуасты қайығының қай жылы қайда болғанын анықта. Ертеректе 1870 жылы Жюль Верн 20.000 ле су астында романында ержүрек капитан Немоның басшылығымен жүзген Наутилус су асты кемесін сипаттайды. 90 жылдан кейін өткен ғасырдың 60 жылдары шынайы электр сүңгуір қайықтары пайдалануға берілді. Яғни бұл жерде шешуі 1870-ті 90-ға қосамыз 1960. Электрлі су асты қайығы 1960 жылы пайда болды деген сөз. Екінші тапсырма. Осындай геометриялық фигуралар дайындау, олардың құрама фигуралар құрастыр, олардың ауданы нешеге тең. Есіңде сақта, құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең болады. Олай болса, осыған сәйкес келетін, осы ережеге сәйкес келетін келесі тапсырмаларды орындайық. 3-ші тапсырма. Фигуралардың ауданын есептеуді әртүрлі тәсілмен орындауға бола ма? Бірінші пішінге назар аударайық. Ең алдымен біз А1 5 см, В1 2 см, А2 3 см, В2 2 см деп өлшемдерін жазып аламыз. Одан кейін бізге біріншінің ауданын табу керек болады. Ол үшін S1-ді табу үшін А1-ді В1-ге көбейтеміз, 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 см квадрат болады. S2-ні табу үшін А2-ні В2-ге көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 см квадрат болады. Шыққан сандарды қосамыз. 10 қосылған 6 тең 16 см квадрат. Фигураның ауданы 16 см квадратты құрайды. Екінші суретке назар аударатын болсақ, ең алдымен біз А1 5, В1 2, А2 2 см, В2 3 см ауданы белгісіз деп жазып аламыз. Одан кейін S1-ді табу үшін А1-ді В1-ге көбейтеміз, 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 см квадрат. S2-ні табу үшін А2-ні В2-ге көбейтеміз, 2-ні 3-ге көбейтеміз, 6 см квадрат. Шыққан сандарды қосамыз, бізде 16 см квадрат. Екінші пішіннің ауданы 16 см квадратқа тең. 4-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есепте. Бірінші өрнекке назар аударайық. Бізде 5.212.036 азайтылған 28.175 бөлінген 35 қосылған 403.000 көбейтілген 208 азайтылған 1242 бөлінген 18 көбейту 7 болады. Жақшан ішінде бірінші бөлу амалын орындап аламыз, одан кейін барып көбейту амалын орындаймыз, одан кейін келесі бөлуді орындаймыз, одан кейін қосамыз, одан кейін азайтамыз, содан кейін барып сақтаның сыртына шығып көбейтіп, сосын азайтамыз. Біріншісінде бізде тең 4.620.116-ға тең болады. Келесі үшінші өрнекке назар аударайық. Үшінші өрнекте бізде 897.744 бөлінген 472 қосылған 251 бөлінген 84 азайтылған 69 көбейтілген 391 азайтылған 66.112 бөлінген 8. Бұл жерде 4271-ге тең. Үшіншісінде бізде 87.613 қосылған 665.760 бөлінген 95 қосылған 100 көбейтілген 500.200 азайтылған 469.939 тең болады. Бұл жерде 3.211.710. 5-ші тапсырма. Тіктөрт бұрышпен шаршыдан құралған фигура сал, оның ауданын есепте. Яғни өзің қалаған тіктөртпен шаршыдан құралған фигураның өлшемін таңдап отырып, кез келген фигураны сыза аласың. Мысалы, мына фигура секілді сызуға болады. Яғни бірінші А1 тең 2 см-ге, В1 тең 3 см, А2 тең 2 см-ге тең, ауданы белгісіз. Ол үшін А1 мен В1-ді көбейтіп аламыз, 2-ні 3-ге көбейтеміз, 6 см квадрат. А2-ні табу үшін 2-ні 2-ге көбейтеміз, себебі ол бізде шаршы 4 см квадратқа құрайды. 6-ға 4-ті қосамыз, 10 см квадрат. Бұл фигураның ауданы 10 см квадрат деген сөз. 6-шы тапсырма. Есеп құрастыр және оны шығар. Айлақтан бір уақытта біріне бірі қарама қарсы екі моторлы қайықтар шықты. Бірінші 24 км сағат, екінші 28 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтықтары қандай болады? Шартын жазып алғаннан кейін В жақындау жылдамдығын табу үшін бірінші және екінші жылдамдықтарды қосамыз. 24 қосылған 28 52 км сағатқа тең. S-ті табу үшін В жақындау жылдамдығына Т-ны көбейтеміз. 52 көбейтілген 4 208 км. Олардың ара қашықтығы 208 км-ді құрайды. Әсіне назар аударайық. Берілген есепке кер есеп құрастыр. Мына тұрған сызбаны сал және мәліметтермен
толықтыр. Сызбаны мына мәліметтермен толықтырып аламыз, шартын жазып аламыз. В1 24 км сағат, В2 28 км сағат, уақыт белгісіз, ара қашықтық жалпы 208. Енді уақытты табу үшін біз В1-ге В2 жылдамдығын қосамыз, 24-ке 28 қосамыз, 52 км сағат. Одан кейін уақытты табу үшін S-ті В-ға бөлеміз. 208-ді 52-ге бөлеміз, В 4 сағат. 4 сағаттан кейін ара қашықтықтары 208 километрге тең болады деген сөз. 7-ші тапсырма, транспортердің көмегінсіз белгісіз бұрыштардың шамасын анықта. Мысалы, яғни бірінші суретте бізде 180 градус болады, оны азайтамыз, 55 пен 45-тің қосындысына тең 80 градусты құрайды. Келесі В-сында бізде 180 градус құрайды, азайтылған 45 пен 60-тың қосындысы тең 75 градус. Яғни мына жерде белгісіз, ол 75 градус болады. Келесі S-ге назар аударатын болсақ, жалпы бізде үшбұрыштың барлығының өлшемдері 180 градусты береді, одан біз 30 пен 95-тің қосындысын азайтамыз. Мына жерде белгісіз, ол 55 градусты құрайды деген сөз. 8-ші тапсырма, диаграммада берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр. Диаграммада фантаст жазушыларының кітабын оқыған бір мектептің сынып оқушылары саны көрсетілген. Сұрақтарға жауап берейік. Қай сыныпта кітап оқитын оқушылар көп? 4-ші Б сыныбында кітап оқитын оқушылар көп. Қай сыныпта кітап оқитын оқушылар аз? 4-ші В сыныбында кітап оқитын оқушылар аз. 3-ші қай сыныптарда кітап оқитын оқушылардың саны тең? 4-ші А, 4-ші Г сыныптарында кітап оқитын оқушылардың саны тең. 9-ші тапсырма, дұрыс жауапты таңда. 2 балада 8 алмұрт болды. Бірінші бала 1 алмұртты, екінші бала 3 алмұртты жеңгеннен кейін оларда алмұрт теңдей болды. Әрқайсында неше алмұрттан болған? Әрине, әрқайсында 5 және 3 алмұрттан болған. Және соңғы 13-ші тапсырмасы, фигураның ауданын есептейік. Бізге 3 түрлі қоспадан жасалған пішін берілген. Осы пішіннің, яғни фигураның біз ауданын есептеуіміз керек. Ең алдымен шартын жазып аламыз. Содан кейін S бірінші ауданды табамыз. Ол үшін біз А-ны В-ға көбейтеміз, яғни 4-ті мына 7-ге көбейтеміз, бізде 28 болады. Ол 28-ді 2-ге бөлетін боламыз, себебі бұл үшбұрыш. Бізде бұл жерде 7 см квадратқа тең болады. Келесі S2-ні табу үшін А1-ді В-ға көбейтеміз, бөлеміз 2-ге, 2-ні 7-ге көбейтіп алып 2-ге бөлем 7 см болады. Келесі үшіншісін табу үшін А2-ні В2-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз, 4-ті 7-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз 14 см. Яғни мынау 7 және 14-те отырғанымыз, мына 2 соңғы тұрған үш бұрыштардың ауданы, себебі олар үш бұрыш болғандықтан біз оларды міндетті түрде 2-ге бөлеміз. Ал ортадағының ауданы, ол міне біріншіде көрсетілген, біз оны 2-ге бөлмейміз, себебі бұл толықтай тіктіріп бұрышты құрайды. Сондағы шыққан өлшемдердің барлығын бір-біріне қосамыз. 28 қосылған 7 қосылған 14, 49 см квадратты құрайды. Яғни бұл фигураның ауданы 49 см квадратқа тең. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.